Алматы облысында жан түршігерлік қайғылы оқиға болды. Туыстары 2 күн бойы іздеген небәрі 9-10 жасар 2 баланың денесі ескі сандықтың ішінен табылды. Алдын ала жасалған болжам бойынша балалар тығылмақ ойнап жүріп сандықтың ішінде тұншығып қалуы мүмкін делінген. Алайда ата-аналар бұл болжамға мүлдем сенбейді. Тұншыққан болса бөлме ішіндегі қан іздері қайдан шықты дейді. Жалпы күдік тудырар жайттар көп. Әзірге бәрі жұмбақ. Жоғалып кеткен 2 баланы туған туыстары күні бойы іздейді. Тек 14 мамырда түнгі сағат 12 кезінде үй артындағы шағын сарайдың ішіндегі дәл осы тұста тұрған сандықтың ішінен 2 баланың өлі денесін табады. Ал ол сандықты полицейлер сараптама жүргізу үшін өздерімен бірге алып кетіпті. Ұзындығы 1 метр, биіктігі 40 сантиметрден асатын шағын сандық темір қаңылтырмен қапталған. Балалар көк сандық ішінде бірінің үстінде бірі жатты дейді көргендер. Сандық тұрған жерде кімдік екені белгісіз, қан іздері әлі жатыр. Барсам арғы бұрышты сандық тұр екен. Сандықтың ішінде екеуі жатыр баланың. Астында Абылай жатыр. Абылайдың қолы былай, екеуі қолы. Оның үстіне менің баламды жатқызып қойған. Балам бейт бүктеліп, қолына бейт құшақтап екеуі жатыр. Біз ойладық бала тірі екен деп. Алдын ала мәлімет бойынша балалар ойнап жүріп сандыққа кірген, ал сандық қақпағы жабылып, ілмегі бекітіліп қалғаннан 2 бүлдіршін тұншығып өлген. Алайда Абылай мен Ермектің туыстары бұл нұсқаға сенбейді. Әсіресе Ермектің анасы ұлының өліміне көршісінен және екінші күйеуінен күдіктенеді. Скаттың бәрі ашып жатыр, шеге балғалардың бәрі шашылып жатыр. Ол да ашулықпен келіп, ол да өлтіріп қоюы мүмкін. Одан да күмәнданамын. Мен бәрі шырылдағаным осы. Баламның өлтірген адам тапса екен деп жүрмін. Қандай жағдай болғанда бізде түсінбей қалды, грамм түсінбей. Или аспан көктен келді ма, или неден келді, балалардың өлімі жұмбақ болып тұр да, басқа ештеңе айта алмай тұрмыз ғой. Мысалы біреуді көрейік десек көре алмай тұрмыз. Кімнен көреміз білмей тұрмыз. Абылай мен Ермекті оқиға болған күні көрдім деген жан жоқ. Қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық істі облыстық ішкі істер департаменті өз бақылауына алған. Тергеу аяқталмағандықтан полицейлер де толық мәліметке сараң. 2 баланың өліміне қатысты бірнеше сараптама тағайындалды. Осы сараптамалардың нәтижелеріне бойынша оқушылардың неден қайтыс болғаны туралы анықталады. Нәтижелерін қолға алған соң ауыз толтырып бірдеме айтуға болады. Қос баланың өлімінен кейін Ашсай ауылынан да маза кеткен. Олар оқыған мектепте қара жамылып отыр. 3-ші сыныпта оқыған Ермек пен 4-ші сынып оқушысы Абылай туралы ұстаздары да мектеп басшысы да тек жақсы мінездеме берді. Ал 2 бірдей отбасына қайғы әкелген жұмбақ өлімнің құпиясы қашан ашылары белгісіз. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы облысы.